Сәлем баршаңызға, менің есімім Бибінұр Хамитқызы. Бүгін сіздермен алғаш рет осындай форматта видео түсіргелі отырмын. Негізінен көп тыңдармандар менің инстаграм парақшамнан келгеніне сенімдімін. Бірақ та егер де ютубтың өзінің рекомендация бөлімінен мені танымайтын оқырмандар қосылып жатса, сіздерге менің инстаграм желісіндегі Бибінұр Хамитқызы блогына тіркелуге кеңес беремін. Өйткені жақынырақ менімен сол жерде таныса аласыздар. Егер де инстаграм арқылы табыс тапқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, YouTube каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыз. Видеоны түсіру мақсатым негізінен 2-3 жылдан бері түсіргім келіп жүрген. Одан менің қайным видеограф, оны попросить еттім, түсіресің ба деп. Одан кейін менің кішкентай балам өте сондай тынымсыз болды. Сөйтіп сәті бүгінге түсіп отыр екен. Бұл менің алғашқы видеом. Сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Соның ішінде қалай блогер болуға болады, мен блогерлікке қалай келдім, инстаграм арқылы қалай табыс табуға болады, табыс табудың көздері, минустары және плюстары, ол оңай ма? Мысалы, қазір ақылы курстар өткізетін жандар өте көп, иә? Сол курстарды алуға бола ма, тұра ма? Сіздер осы менің видеом арқылы это мое или не мое деген сияқты сұраққа жауап аласыздар. Өйткені мен қазір байқаймын, менің инстаграмыма да неше түрлі жаңағы сұрақтар келеді ғой. Бәленшенің курсы болып жатыр, соны алсам бола ма? Қалай қарайсыз? Тіпті кейбір мысалы 250 мыңның, 300 мыңның, 500 мыңның курстары бар. Мен соны деген рассрочкаға алайын деп жатырмын. Сол алғаным дұрыс па? Қалай ойлайсыз деген сұрақтар келеді. Сол кезде ол 250-300 мың деген негізі аз ақша емес. Тем более рассрочкаға алайын деп отырғандықтан әуелі это мое или не мое деген сияқты сұрақтарға жауап алған дұрыс секілді. Сондықтан да сіздерге пайдалы болу мақсатында мен осындай ролик түсіріп отырмын. Алғашқы кіріспе видео ол тек қана менің жалпы осы блогерлікке қалай келгенім, қалай мен блогер болдым, аспаннан блогер болып салбырап түскен жоқпын ғой. Мен елестеттім, алғаш рет ютубқа шыққан кезде бәрі идеально болады, артында фон болады, микрофон болады, мен жерден жарық түсіп тұрады деп. Бірақ та енді уақыт өтіп жатыр, ал мен үйде баламен кішкентай, ол ұйықтап жатқан кезде сіздерге шынымен де менің мақсатым пайдалы болу. Өйткені қазір көбінде кризис, тіпті шынымен ақшадан қиналып жатқан жандар көп. Жүргенін, рақаттанып, кафе аралап жүргенін, одан кейін әртүрлі нәрсені балаларына алып беріп жатқанын көреді де, көп әйелдер әсіресе блогерлікке қызығады. Мен де осы курс оқып алып блогер болмасам деген сияқты ой келеді түптің түбінде. Бірақ ол деген сіз кез келген адамның өзінің бойында қабілеті болады. Сіздің сол блогерлікке қабілетіңіз бар ма? Мен осы видеода өзімнің жолымды айтып, бөлісіп, сіздерге бір ой салғым келеді. Енді мен өзімді таныстырып өтейін. Менің мамандығым биолог мұғалім. Мен биолог мұғаліммін. Университетті бітіріп, мен мектепке жұмысқа кірдім. Біздің Орал қаласындағы 44-ші мектеп гимназиясы, қазір гимназия, 2015 жылдан бастап жұмыс жасадым. Сол мектепте тек 8 ай жұмыс жасадым. Жалпы енді қараңыздар, блогердің өзінің бір харизмасы болу керек, иә? Халыққа бір нәрсені жеткізе алу, түсіндіре алу қабілеті болу керек, иә? Енді қараңыз, мен мұғаліммін. Менің сондай қабілетім бар. Мен себебі оқушылармен жұмыстандым. Мен біреуге бір нәрсе үйреткенді, түсіндіргенді, ой салғанды жақсы көремін. Мен мұғаліммін. Одан кейін, ол бірінші қабілет, иә? Одан кейін мен қызық үшін айтқым келеді. Мысалы, мектепке түскен кезде 44-ші мектеп гимназиясында директор Ақжарқын Өтеғұлақызы есімді сондай бір ыстық әйел болды. Мектеп қайнап жатқан қазан секілді болатын. Мен сол қайнап жатқан қазанға университет бітіргенде түстім де кеттім. Мен 2 сыныпқа куратор болдым мектепте, яғни сынып жетекші. Сөйтіп ата-аналармен жұмыстандым. Неше түрлі шараларды ұйымдастырып өткізетінбіз. Сондай бір қайнап жатқан қазанның ортасына түстім, иә? Біздер мектепте сабақ түсіндірген уақытта әртүрлі жаңағы сол кезде бір не болды мындай. Мектепке тексеріс келеді, сосын ол сенің сабағыңа кіріп үлгермейді, бірақ папкаңда кел дейді.
мұғалімге, қазір де бар шығар, мен қазір білмеймін, сонда папкаңды әкел дегенде, папкаң идеальный болып тұрмаса, сенің жұмысың көрінбесе, сен сабағың өтпеген болып есептелінеді. Енді мынандай мұғалімдер бар, иә, өте білімді, мықты, бірақ та жаңағы папкаге жоқ, бір нәрсені фотоға түсіріп, папкасын жинақтауға жоқ. Білген, істеген нәрсесін көрсете алу, ол да бір қабілет. Менің сол мектептегі бір сондай бір жақсы қабілеттерімнің бірі, ол мен мысалы бір сабақ өткізсем, сонда деген коридорда өтіп батқан, мысалы тарих пәнінің мұғалімі, дене шынықтырудың ағайы болсын, бір өтіп батса, бері келесіз, мен күшті сабақ өткізіп жатырмын, мені фотоға түсіріп бересіз бе деп мен шақырып алатынмын. Тіпті мысалы бағалау сабағы болып жатады, тақтаға қайықты, алма ағашын іліп қоясын. Сөйтіп жаңағы сабақ беріп жатқан кезде балаларға набросктар бересің ғой, карточкалар, топқа бөлініп балалар сабақ оқып жатады. Соны тек мен фотоға түсіріп алам. Нені жасап жатам, соның бәрін фотоға түсіретін, неше түрлі жарыстар болып жатады, ата-аналарды түсірем балалармен. Шаралардың барлығын мен видеоға, фотоға, отчетты күштетіп жинайтынмын. Тіпті мысалы менің мектепте жұмыс жасап кеткеніме 5 жыл өтсе де, жақында жаңағы августте жиналыс болады ғой мұғалімдердің. Сол кезде сол 44-ші мектептен жаңағы экранға өздерінің мектепте өткізетін шаралар туралы түсіндіру жұмысы өтіп жатыр екен. И сол 5 жыл өтсе де, осы жақындағы сабақта менің балаларға сабақ түсіндіріп жатқан, мынау сен ба деп маған инстаграмға жіберіп тұр. Мен дедім. Сонда маған ойыма келді, менің фотоларымды, менің отчеттарымды, менің папкамды жалпы адамдар, сол мектептегі мұғалімдер әлі қолданатын болып тұр ғой деген сондай сұрақ келді. Енді қараңыздар, бұның қандай байланыс бар блогерлікпен? Блогерлікпен байланыс бар, өйткені жаңағы істеген нәрсеңді жұртқа күшті қылып көрсету қабілеті. Мысалы, кейбір адамдар бар, неше түрлі жаңағы қайырымдылықпен айналысып жатады, неше түрлі жаңағы үйінде қонақты күштетіп шақырып жатады, тамақтың түрін әзірлеп жатады. Бірақ та мысалы блогерді қарап, соның бәрін мен де істеймін дейді, бірақ ол көрсете алмайды. Көрдіңіз бе? Үйдегі қарапайым нәрсенің барлығын көрсете білу, ол блогердің бір қасиеті. Енді қараңыз, бұл менің өзімнің жалпы мектепте адамдармен араласқанды жақсы көрем, жұмысымды қатты жақсы көрем. Үнемі мен деген андай түнгі 3-ге шейін мектепте жүре беретінмін. Журнал тексеріп, жаңағы бірдеңе ұйымдастырамыз, жоғары сыныптармен би шығарамыз. Сондай шараларда мен жүре беретінмін. Енді бірақ мен блогер болам деп жүре бермеймін ғой ол кезде. Сөйтіп қайнаған қазаның ішінде жүріп, мен тұрмысқа шығам, декретке шығам. Қараңыздар, кезінде неше түрлі ата-аналармен сөйлесіп, үйіне барып, шай ішіп, шараларға қатты, Самараға бардым, жарыстарға бардым. Сөйтіп жүріп, бәрімен араласып жүріп, декретте бір бөлмелі пәтерде мен қамалдымда қалдым. Қызымның бетіне қарап отырам. Сосын бір күні маған үйге құрбым келді. Қазір ол құрбым Айымгүл есімі, қазір Америкада оқып жатыр. Сол құрбым келді де, қызықты қараңыздар, маған Супер Мама Ситінің видеосын көрсетеді. Ол кезде Супер Мама Ситінің инстаграм парақшасында 20 000 подписчигі бар. Енді блогын жүргізіп келе жатыр. Осындай көзінде очкиі бар, ене туралы вайн түсірген. Сосын мен тіркелдім. Одан кейін Тоболатор деген блогер әлі бар. Сосын тағы да блогерлерге тіркеліп алдым. Жақсы екен, бір үйде отырған кезде ермек қой. Оған дейін мен инстаграмды мүлде қарамайтын. Тіпті мынандай қызық болған. Жолдасым инстаграмда бар, мен инстаграм мүлде қызықпаймын, қолданбаймын, не екенін де білмеймін. ВК-ны білем. Сонда жолдасымның фотосын бір күні қарап, оған лайк басады ғой әйелдер. Сонда лайк басқан адамдарға, мынау саған неге жүрек басады деп мен түсінбейтінмін. Сөйтіп енді жайлап блогерлерге тіркеле бастадым. Маған қызық қой. Енді жаңа мен ана болдым. Көтені қызарып кетсе не істеуге болады, аузы қызарып кетсе не істеуге болады, бетіне бірде патнечка шықса не істеуге болады. Сұрақтың бәрін мен ютубтан, инстаграмнан, блогерлерден жауабымды алатынмын. Маған ұнады. Сөйтіп қарап жүрдім. Бір күні мен жолдасыма айтам, менде осылай блог жүргізгім келеді, менде сондағы менің мақсатым, өзімді көрсету, мен деген андай адамдарға мен араласқым келеді, көмектескім келеді, пайдалы болғым келеді. Сондай мақсат болды менде. Сіздерге айтарым осы жерде сондай бір
әуелі ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Егер сіз пайдалы болсаңыз ғана сіздің жаңағы табысыңыз болады блогерлікте. Егер де сіз пайдалы болмасаңыз, ниетіңіз тек ой байып кету, ақша табу, жаңағы Дубайда жүру деген болса, онда ондай болмайды. Сіз бірден уже жеңіліс табасыз. Сіз уже ақша келіп болмайды бірден, сосын сіз шаршап жолдан тастап кетесіз. Ал ақша болады ғой, қалай тез келіп қалғанын байқамайтындай болу керек қой негізі. Мен мысалы кейде өзім сене алмаймын, менің блогымның ахуаты Орал қаласы бойынша осындай ма дегенге сене алмаймын. Ол деген мысалы сіздерге айтарым, блогерлік деген мысалы қазір бір досыңызбен бір үйдің 8-ші қабатына шығып келе жатырмыз деңіз. Сосын сен қайда тұрасың деп айтады, сосын 8-ші этажда тұрамын дейді. Ол кезде ой, 8-ші этажда тұрамыз ба деп бүйтіп 8-ді ойлап кетады ғой. Сосын 3-ші этажға келгенде келдік, ойнап айтам деген кезде мә қалай келіп қалғанын білмейді. Дәл сол сияқты мен сіздерге айтарым, ақшаны ойламаңыздар, осындай миллион табам деген сияқты. Егер де блогер болғыңыз келсе, ең басты ниет ол адамдарға пайдалы болу. Осы ниетті нықтап, осы ниетті жоғалтып алмаңыздар дегім келеді. Кейде болады блогерлер осы ниетін жоғалтып алып жатады. Оның ішінде мен де бармын. Кейде пендеміз ғой барлығымыз, ниетімізді жоғалтып алып жатамыз. Ниет ол жоғалтып кету қабілетіне ие. Сондықтан да біздер әрқашан ниетімізді дұрыстап отыруымыз керек. Осы блогер болғым келеді деген ниет пайда болды. Енді қараңыз, кез келген, мысалы сіздің ішіңізде бір ниет пайда болса, шынайы ниет, сол нәрсе бір Алла тағала алдыңызға бір адамды кезіктіреді. Мына менің видеомда кездейсоқ шығып жатпаған шығар сіздің алдыңыздан. Сондай бір кез болады. Сосын инстаграмда бір күні қарап отырсам, инста шаңырақ деген жоба болып жатыр екен. Сол жобаға кез келген декретте отырған аналар қатыса алады. Және жобаның ішінде жаңағы подтемалары бар. Мысалы, қолөнерші ана, дана ана, сосын сәнді ана, бьюти ана деген сияқты жаңағы подтемалар болды. Соның ішінен мен дана ана дегенді таңдап алдым. Білмеймін, маған жақын болды. Сосын ондағы шарт әркез тоқтатпай дана ана, яғни қатысушы, 26-шы қатысушы ана деген хэштегті инстаграмда терсеңіздер, менің посттарым шығады ішінен. Сондай даналық, бала тәрбиесіне қатысты даналық оқыған, білген, түйген, өмірден түйгендерің туралы жазып отыру керексің. Сосын ең бірінші пост таныстыру постын шығару болды шарт. Мен сол кезде жай ғана өзімнің инстаграм парақшама фотомды қойдым да астына өзімді таныстырдым. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Бибінұр Хамитқызы. Бұдан былай сіздерге дана ана ретінде мен пайдалы посттармен бөлісіп отырамын. Пост жазуды бастап кеттім. Аналарға пайдалы пост жазуды. Ол менің инстаграмда әлі бар, бастапқы посттарымды қарасаңыздар болады. Ілияс оянып кетті, сондықтан кішкене локация ауыстыруға тура келді. Сіздерге инста шаңырақ туралы айтқым келеді толығырақ. Осы инста шаңырақ жобасы Қазақстан бойынша барлық аналардың басын инстаграмда біріктірді. Сондай жоба болды, үлкен жоба. Қазір мысалы блогер болып жүрген Оралдан тек қана бір 2-3 ана қатысты, ал негізінен көбіне алматылық, астаналық блогерлар көп қатысты. Соның ішінде Назым Ізмахамбет, одан кейін мысалы Ару Сағи қазір жүр, сол Ару Сағи негізінен сол жобада жарқ етті де, сосын мен шықпай, мен бөлек кетемін деп сөйтіп кетіп қалды. Сосын Такиток деген блогерді білесіздер ғой, қазір Атырауда, бұрын Астанада тұрды, қазір Атырауда тұрады. Фаризат есімде блогер болып жүрді. Жұлдыз Ақболат осы инста шаңырақтан шықты. Біздің Орал қаласындағы Эльмира Ержанқызы осы инста шаңырақ жобасына қатысты. Супер Жанка есімді бізде Оралда блогер бар. Осындай блогерлер осы инстаграмда осы инста шаңырақтан шықты. Мысалы, марафон ғой ол деген.
инста шаңырақ деген ол марафон, барлық аналар бір мезгілде бір тапсырманы орындайды, жеңімпазды анықтайды. Сол кезде марафон деген нәрсе ол жаңағы топпен бірлесіп бір тапсырманы орындау. Сосын енді мынандай бар ғой психологияда, егер де сіз мысалы таңертең ерте тұрғыңыз келсе, 21 күн бойы ерте тұрсаң, сен соны әдетке айналдырасың дейді. Одан кейін кез келген нәрсе, мысалы таңертең 21 күн бойы су ішуді әдетке айналдырсаң, сен автоматты түрде таңертең тек суды құясың да ішесің. Сол сияқты біздер мысалы инстаграмда неше ай, даже жарты жыл бойы инстаграмда біз үзбей пост шығарып отырдық. Ол деген әдетке айналып кетеді ғой. Жоба аяқталды, тіпті егер де сіз келетін болсаңыз, сізге номинация береміз деген сияқты хабарламалар келді. Такиток жүргізуші болды. Біздің Орал қаласында Мейрамгүл есімді Кушум ауылында тұратын сияқты блогер болды. Сол барды. Мен өзіме сенімсізбін, мен барған жоқпын. Барған кезде де мысалы жақсы блогерлермен танысуға болатын еді. Блогер аналардың, именно соның ішінде салмақты, жаңағы Айдана Ыбырай сияқты салмақты блогерлер, Айзада Арпаева, Айзада деген блогер, ауыл блогері болып шықты сол кезде. Сәнді болды сол кезде, ауыл өмірін көрсету, сиыр сауып атқаны, құрт жасап отқаны, соған сүтті баклажкаға құйғаны, айраннан май жасайды екен, оказывается, Шымкентте. Мысалы біздер қаймақты деген сүтті тартып сепаратормен аламыз ғой, олар айранды айналдырып, кішкентай неде, еще қызық стиральный машинада айналдырып қаймақ алады екен. Сондай қызықты өмірлерін түсіріп блогер болды. Қазір Айзада деген өте сондай белсенді блогер шаңырақтан шықты. Осы жоба көп, жаңағы инста шаңырақ осы блогерлерді тәрбиелеп шығарды. Как не сияқты ғой, суперстар KZ деген бағдарлама болды ғой. Сол кезде мысалы Алмас Кешкенбаев сияқты, Алишер Каримов қазір жүрген, инстаграмна Асем Жакетаева сияқты, мысалы именно неден шыққан, суперстардан шыққан әншілер простой, осы инста шаңырақ именно сол блогердің шығуына себепші болды. Біз қараңыз, 6 ай бойы пост шығарып келдік, ары қарай бізде әдет болып кетті. Мен мысалы жоба аяқталды деп блогымды жүргізуді қойып кеткен жоқпын. Мен ары қарай, уже менің аудиториямда үйреніп қалды ғой, енді Бибінұр не шығарады екен деген сияқты. Сөйтіп мен шығара бердім. Аккаунтымда ең алғашқы менің подписчиктарым ол жаңағы инста шаңыраққа қатысқан аналар. Біздер пост шығарған кезде бір-бірімізге комментарий жазып қалдыратынымыз. Мына жерде бір животный, стадный инстинкт дейді ғой, мысалы Бибінұр, мысалы таныс, сенің танитын туған апаң да, қайнапаң да мынау пост жазды екен, астына қолдап пікір жазып кетейін демейді ғой біздің қазақта деген. Ол пікір жазатын бөтен адам. Сені туыстарың қолдамайды, сен блогыңды бастаған уақытта. Олар күліп, мысқылдап, блогер апым келатыр деп мысқылдайды, соны біледі тек қана. Сізді қолдайтын бөтен адамдар, маған қолдау білдірген сол инста шаңыраққа қатысқан аналар. Мен пост шығарған кезде 10 шақты пікір қалдырып кететін соның астына. Соған ілесіп, жағаласып, менің сыныптастарым, группаластарым бір-екі тамшылатып пікір жазатын. Есімде, мысалы, менің бір постымның астында 20 комментарий тұрса, мен үшін прямо деген үлкен сондай не бір іс тындырғандай күй кешетінмін. Мне сондықтан айтарым, туыстан жақынға ренжіп, мені қолдаған жоқ дегенді күтпеңіздер. Вот осындай мысқылға дайын болыңыздар. Ертең мысалы блогты бастайсыз, уже туыстарыңыз мысқылдап бастаса, үндемеңіз, болды, мен блогермін деп отыра беріңіз. Сосын бір күні ол бір жатпай тұрмай бірдеңе бастағысы келеді. Не керек болады оған? Реклама керек болады. Қазір маған сөйтіп кезінде мысалы мысқылдаған, күлген, ағжысын, телефоннан түспейді екенсің, әйтеуір толтырып зат жазасын, құрсынан біреу оқи ма деп сөйтіп айтатын. Оқиды адамдар, мен сөйтіп айтатын, мен оқитын адамдарға жазамын деп айтатынмын. Қазір сол кісілер мысалы бір іс бастағысы келеді, бірақ рекламаны менен сұрайды. Мен айтамын, мен қолым бос емес, ренжімеңіз, менің шығаратын затым бар. Олар сондай адамның істеп атқан ісін, әрекетін құнсыздандырып үйреніп қалған.
қиын ба шығара салу дейді, иә. Сонда мен ішінде кәдімгідей бір реніш болады адам болғаннан кейін. Мысалы кезінде бір пост шығарған кезде бір тегін лайкты да басқан жоқ, бір пікір, бір от тастап кетсе де қуанатын едім ғой деп мен айтамын ғой кейде. Сонда ешқайсысын істемейді. Қазір уже сен кішкене бір құттай бір жетістікке жеткен кезде уже жасап бере қойшы деген ниетте айтады да. Тіпті сатып алайыншы деп айтпайды, ақшасын төлеймін деп. Сала салшы мынаны деп жібереді, картинканы сторизге сала салшы деп. Ол деген сала салатын нәрсе емес, оның ішінде артында еңбек жатыр, иә. Көбі ойлайды, мысалы, блогер деген түсіріп жүрген жерін бүйтіп еріккеннен түсірмейді. Блогер деген ол контент, иә. Сіздерге көрсетіп жатыр. Тіпті баласын ойнап отқанын түсірсе де көрсетіп жатыр, сізге пайдалы. Сіз мысалы жай ғана бір мысалы Ильястың күлкілі қылығына күле салсаңыз, ол уже сізге пайдалы ғой. Айтыңызшы, сіздің бір секундқа көңіліңізді көтерді, иә. Нұрбек Коштың бір тәтті сөйлеген тілін, я болмаса бір Нұрбек Кош екеуміздің диалогымыздың өзін салған кезде ол пайдалы. Себебі қазір аналар қызымен қалай сөйлесу керегін білмейді. Мен қызыма не алып беріп жатырмын, оны қай жерден алып жатырмын, соның барлығын мен бөлсем, иә, ол пайдалы. Егер ол пайдалы болмаса, ешкім қарамайтын еді ғой, иә. Енді қараңыз, осы жерде әр адамның өзінің аудиториясы болады. Сізді қарайтын бір адам болады. Сондықтан да мен егер де сіз өзіңіздің блогыңызды пайдалы етіп жүргізіп бастағыңыз келсе, бірден жарқ етіп шықпаңыз. Постепенно айтайды ғой, дозированно аудиторияға беріңіз. Бірден мысалы экранға сөйлей алмасаңыз, сіз жайлы бір картинкалар салып бастауға кеңес беремін. Мысалы осындай қатты атылып шықсаңыз, оны деген сіздің аудиторияңыз түсінбей қалады. Міне сондықтан сіздерге айтарым, дозированно шығыңыз. Енді сізді қарайтын подписчик жинағыңыз келсе, тегін әдістер, оны мен келесі видеомда айтатын боламын. Ал бастапқы кездегі осы алғашқы проблемалар осы болды менде. Жаңа туысқандардың кішкене кекетуі, одан кейін жолдасымның қолдауы өте маңызды. Өйткені сені мысалы үйде ата-енемен тұратын болсаңыз, олардың қолдауы да өте маңызды. Себебі сен үйде өзімен өзің телефонға сөйлеп жүрген кезде, бұрын қызық енем деген мен телефонға сөйлеп қыздарым неке бірдеңе десе, дейтін, мысалы ыңғайсызданып қаласың. Жоқ, сізге емес, телефонға десе, ой деп андай не істесе, бір түрлі болып қаласың тағы да. Сосын бірнеше күн түсірілмей қалады. Сіз бір бастадыңыз ба, сіз үздіксіз салып отыру керексіз, иә. Мысалы мен YouTube каналға осындай видеоны түсіріп бастадым. Ол үздіксіз болса, ертең маған қаралымнан ақша келеді. Жасырмаймын, иә. Үздіксіз болу керек. Дәл сол сияқты сіз нені бастасаңыз, неге уақыт бөлсеңіз, ол сізге ақша алып келеді. Нәтиже алып келеді. Мысалы, сіз балаңызға көбірек көңіл бөлсеңіз, балаңыз ертең сізге нәтижесін, жемісін береді. Балаңыз жақсы тұлға болып өсіп шығады. Сіз мысалы жұмысыңызға, мысалы бутик ашасыз, бутигіңізға жан тәніңізбен уақытыңызды арнасаңыз, бүкіл фокус сонда болса, ол өседі. Сіз оны дамытасыз. Сол сияқты сіз Instagram блогыңызды дамытқыңыз келе ма, оған көңіл бөлу керексіз. Маған мысалы сұрақ қоятын, осы сен қай уақытта жазасың деп пост. Мен айтамын, түнде. Мен түнде ұйықтағым келеді. Ой, мен бастағам, сосын құрсындым, уақыт жоқ дейді. Мен уақытында арнаймын, мен ұйықтамаймын. Мысалы, дәл қазір мысалы сіздерге түсіріп отырмын, ол менің уақытым, иә. Эфир білмеймін, 40 минут бола ма, 30 минут бола ма, ол менің уақытым, сіздерге арнап отырған, түсіндіріп отқан. Жалпы осындай менің қалай келгенім, қалай бастағаным, алдымнан не шыққаны осы. Кіріспе видеомда аяқтай келе қараңыздар. Сіз мысалы түн ұйқыңызды бөлуге дайынсыз ба? Мысалы тамақ пісіру керек болып жатады. Сіз пісіріп жатып, соны мысалы монтаждап, параллельно, көрдіңіз ба? Сіздің шаруаңыз істелініп жатыр, сіз параллельно Инстаграмға салып отыра аласыз ба? Соған уақытыңыз, нервіңіз жете ма?
осындай мінекей сізді жолдасыңыз қолдай ма, ата енеңіз қолдай ма, рұқсатын бере ма жарқ етіп эфирге шығуға? Біреулер қызғанады, иә, біреулер бар, жаңағы рұқсат беріп қояды, өзің біл, блогың жүргізе бер деп. Сосын ертең ана жігітке достар шығады, қатының деген блогер болып жүр ғой деп айтқан кезде жаңа күйеуіңіз айнып қалуы мүмкін, қысқарт таста деп. Сол кезде күйеуіңізбен осы мәселені шешіп алу керек. Ертең біреу бірдеңе деп жатса, сен мені қорғап алып шығасың ба деп. Осындай мәселелер болады. Сосын блогер бол деген, ой, рақат, осылардың өмірі бал, демалады да жүреді. Сол демалып жүруге дейін еңбектену керек, үздіксіз. Ол деген бірден, мысалы, сіз 250 мың теңгеге блогерлікті үйретем деген курсты аласыз. Ары қарай сонда айтылған нәрселерді сіз үздіксіз 1 жыл көлемінде, 6 ай көлемінде жасауға дайынсыз ба? Және Инстаграмда қазір блог жүргізуге міндетті түрде iPhone керек. Оны сіз қолыңызда бар ма ол? Кейін ала аласыз ба? Қараңыз, 250 мың теңгеге курсқа қатысып, жайлап өзіңіз сіздің сүйікті блогеріңіз не істеп жатыр? Соны сіз жайлап біртіндеп қайталай беріңіз. Қандай блогер болғыңыз келеді? Жалпы ойыңызда представление бар ма, әлде нөл ма? Нөлсіз бе? Әлі инстаграмыңызда счастливая мама 3 детей деген сияқты, ең бақытты ана деген сияқты жазу тұр ма? Сізде ондай жазу тұрса, демек сізде әлі блогқа қатысты представление жоқ деген сөз. Сол представление сізде пайда болу керек. Сондықтан мен сіздерге айтарым, мысалы, 250 мың теңге төлеп блогқа, курсқа қатысқанша, сіз сол ақшаға үстіне қосып iPhone алыңыз. Сосын қолыңызға iPhone түскен кезде сіз блогыңызды бастап кетесіз. Өйткені қараңыздар, менің негізі қолымда Samsung телефон болатын бұрында, Инстаграмда жаңа пост жазып бастап жүрген кезде, бірақ та ол кезде сторис болған жоқ. Ескеріп кетіңіз. Қазір сторис сапалы тек қана iPhone-да. Жаңағы басқа телефондарда кішкене нашарлау болады. Huawei-да бұлдырлап жүреді. Міне сондықтан да iPhone маңызы бар. Бір қызық айтайын сіздерге, бір өмірімде болған оқиға. Мен блогерлікке келіп бастаған уақытта, ол 2016-ларда сторис деген болған жоқ. Тек қана картинкамен пост салатын. Менде қолымда Samsung телефоны болды. Сол Samsungға фотоға түсіп, мен посттарымды жаза беретінмін, Ал қазір сторис бар, Сторис iPhone телефонда өте сапалы шығады. Сондықтан iPhone-ның маңызы зор. Енді қараңыз, мен қолыма iPhone телефоны қалай келді. Менің жолдасым, біздер деген бір жалдамалы үйде тұрдық қой, бір бөлмелі пәтерде. Біздің үйде телевизор мен холодильник болған жоқ. Сосын енді холодильнигіміз өте ескі болды, жаңағы бір жарға бетіп сүйеніп тұратын, қосылғанда дырылдап қосылады. Сол еще морозильнигінің есігі жабылмайтын, мұзы тамаққа ағады. Үйге бір кісі келіп қалса, жаңағы ұят, иіс шығады, морозильниктен су аққасын. Сосын біздер айттық, мен құдай үшін, хотя кредитке болсын, маған холодильник алып бер. Сосын үйде телевизор болған жоқ, сосын телевизор ала салдық. Технодомда кетерде бізге купон толтырыңдар деді. Лотерея болайын деп жатыр екен, 1 миллион теңге ойнатады. Бір қызық болды, менің жолдасым сол 1 миллионды ұтып алып, өзіне фотоаппарат алды менің жолдасым. Қазір фотограф, Орал қаласында танымал. Ал маған сол 1 миллион кезінде, ол уақытта 2016-да iPhone 5SE деген телефон маған алып берді. iPhone 5SE. Мен прям деген шынымен Алла ниетке қарай береді. Осы видеоны да ниетке қарай сіз көріп отырсыз, егер шынымен де блогер болғыңыз келсе, или уже блогерсіз, где-то бір 14-13 мың подписчигіңіз болып, бір блогер болып, уже кішкене танылып жүрсеңіздер, бұл сізге керісінше тағы да әлде де дамуға мотивация береді деп ойлаймын. Міне, менің алдымда Алла тағала маған сондай iPhone берді. Мен iPhone-ды алдында, мен
мынау деген қымбат телефон ғой, мынау үйде жатпау керек қой, мен мынаумен просто так сөйлесіп жүрмеуім керек, мен деген бұнымен ақша табуым керек деген сияқты менде ой пайда болды. Сөйтіп мен жаңағы телефонымен одан әрі блог жүргізіп бастадым. Сторизде неше түрлі жаңа пайдалы контент түсіретінмін, иә. Тіпті қызымның тісін тазаласам да соны сторизге түсіретінмін. Қарапайым нәрселер, бірақ оның барлығы халыққа өте пайдалы болды. Қазір сол телефонды мен деген саттым, одан кейін iPhone 10 алдым. 10-нан кейін 12-ні алдым, ала бұйыртса 13 алу бұйырып қалар, иә. Міне осылай сіздерге айтарым, егер де ниет болса, алдыңыздан шын ниет болса, блогер болам деген, жұртқа пайдалы болам, халқыма пайдамды тигізем деген ниет болса, сізде охват та болады, подписчик та өздері келеді, халық өзі таратып, сізді өзі көтеріп береді де ойлаймын. Менің бетіме қарап отырмаған шығарсыздар. Жаңа біреуіңіз ыдыс жуып, біреуіңіз үй жинап, біреуіңіз бала тербетіп, наушникпен тыңдап отыр деп ойлаймын. Негізі сондай мақсатта жазылды. Артық бірдеңелер болса кешірім сұраймын. Менің түрім ұнамай тұрса да мән бермей ақ қойыңыздар. Комментарийге сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Келесі менің шығарылымында Инстаграм деген не, жаңағы шапка профилі деген не, одан кейін жаңағы описаниесін қалай толтыру керек, нишаны қалай таңдау керек, сол туралы болады. Сондықтан да сіздерден қолдау күтемін. Сау болыңыздар.